Кез келген дамыған өркениетті елдің тарихын қарасаңыздар, қазіргі нәтижесіне ғылым арқылы қол жеткізген, ал ғылымның алдында білесіздер, үнемі білім тұрады, сол білімді қамтамасыз еткен, ол қандай да бір осындай рухани, мәдени білім ошақтарының көптігі және сапалы. Сондықтан да осы Сарыағаш колледж медресесі Қазақстанды ұшпаққа жеткізетін, расымен де сол өркениетті елдердің қатарына теңестіретін дейміз ба, факторға айналуы мүмкін. Что-то ресми сөйлеп кеткен секілдімін. Дегенмен де осы жағынан айтқым келеді. Яғни мына оқу ордасының потенциалы өте жоғары. Жаңағы 100 адам Құран жаттап, мына адам шәкірт болып, және жай ғана оқып қана қоймай, қазірден бизнестің негіздерін үйреніп, өздері шаруашылық жүргізіп, өздері кәсіп бастап деген секілді, қысқасы зайырлы білімді де, физика, математика секілді, әрі діни, рухани білімді де қатар алып жүрген баяғы жәдитшілдік қозғалыс дейміз ғой, алашордашылардың ісін бастамасын қайталауы бек мүмкін, және сол жаңа толқын алашордашылардың иншалла осы оқу ордасынан шығып қалуы әбден мүмкін. Мен соған сенемін, және мұндай оқу ордасын әрине міндетті түрде қолдауымыз керек, және ол біздің тіпті парызымыз деп те білемін.